Келесі 647 есебіміз кез келген абысы 3 таңбалы санының разрядты қосылғыштар қосындысы түрінде жазуға болатын пайдаланып мысалмен дәлелдеңіздер дейді. Абысы 3 таңбалы сан. Бірінші жағдайда екіге бөліну үшін сының орнына қандай цифр болу керек дейді. Сының орнына екіге бөліну үшін екіге бөлінетін сандар болу керек, яғни жұп сандар болу керек. Ол бізде 0, 2, 4, 6 және 8 сандарын қоя аламыз сының орнына. Енді немесе с тең деп жазсақ та болады. Енді мысал келтірейік. Мысалы 172, 196, яғни 2 мен 4 пен аяқталатын сандар жаза берсек болады ғой. Онда 548 сияқты, яғни соңғы осы сандармен аяқталу керек. Келесі екіншісінде 5-ке бөліну үшін сының орнына қандай сандар қоюымыз керек? Ол бізде 0 саны мен 5 санымен аяқталу керек ол санымыз. Сонда 450 болады. Мысалы 455 деген сандар, яғни санның соңы 0 мен 5 пен аяқталу керек. Келесі үшіншісінде 9-ға бөліну үшін А, Б, С әріптердің орындарына қандай цифрлары болу керек? Яғни 9-ға бөлінгіштік қасиеті ол қатарласып тұрған сандардың қосындысы 9 санға бөлінетін болса, ол санымыз 9-ға бөлінеді екен. Сонда былай жазайық, Б қосылған С 9-ға бөліну керек. Бөліну керек. Керек. Енді орнына апарып қояйық. Кез келген бір салды алайық. Ол бізде 7-ні алайын, 3-ті алайын, 8 алайын. Яғни тізбектелген қосындысы бізде 18-ге тең. 18 9-ға бөлінеді, сондықтан да бұл санымыз да 9-ға бөлінеді екен. Қосындысы тексерейік. 7 қосылған 3 қосылған 8, ол бізде 18-ге тең. 18 9-ға бөлінсе, бұл санымыз да сонда 938 де 9-ға бөлінеді деген сөз. Келесі 648 есептің біріншісін шығарайық. 0,4 көбейтілген x азайтылған y-іміз 8-ден 5-ге тең. Орнына апарып қойып, 8-ден 5 тең 0,4-ті бөлшек сан ретінде жазып алайық. Сонда 10-нан 4 болады. Көбейтілген 8-ден 5 тең. Қысқартайық, 5 санына 2 болады, 4 санына қысқартсақ 2 болады. Сонда 4-тен 1-ге тең. Ол дегеніміз 0,125-ге тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 1,2 y азайтылған x, яғни минус болады. Көбейтілген минус 8-ден 5. Так, бөлшектеріне жазылады. Сонда 1,2 көбейтілген 8-ден 5 тең. Так, 12 көбейтілген минус бар, ұмытпайық, минус 8-ден 5. Так, қысқартамыз, 4 санына 2 болады, 3 болады. 5 санына қысқартамыз, 2 болады, 1 болады. Көбейтсек, минус 4-тен 3-ге тең. Ол дегеніміз минус 0,175-ге тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. X азайтылған y дегеніміз 8-ден 5 бөлшектің бөлімінде 0,125 тең. 8-ден 5 санын жазамын. Бөлінген дейміз 0,125 тең. Так, қысқартып жіберейін осы жерде. 25 санын өзіне қысқартсақ 1 болады, 4 болады. 8-ден 5 көбейтілген 4 алынып ашады, 1 бөліне түседі. Так, қысқартамыз, 4 санына 2 болады. Сонда 5 бөлінген 2-ге тең. Ол дегеніміз 2,5-ге тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. Y азайтылған x, ол бізде минус 8-ден 5 бөлшектің бөлімінде 0,175 тең. Минус 8-ден 5, так, бөлінген 0,175. Так, қысқартамыз, 25 санына 3 болады, 4 болады. Минус 8-ден 5,
Так, көбейтілген 4 алынып шығады, 3 бөлімге түседі. Қысқартамыз 4 санына 2 болады, 1 болады, минус 6-тан 5-ке тең болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 1,5 бөлшектің бөлімінде x азайтылған y. Ол дегеніміз 8-ден 5-ке тең. Тең 1,5 деп жазып алайық. Бөлінген 8-ден 5. Тең бөлшектің бөлімінде 10 санын өзін қоямыз да 15 болады. Так, 8 алынып шығады, 5 бөліміне түседі. Қысқартайық 4 санына, жоқ 2 санына қысқартады екенбіз. 5 болады, 4 болады. 5 санына қысқартамыз, 3 болады. Бөлшектің бөліміне 5-ке тең, алымы 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ке тең. Так, 12 санының ішінде 5 бізде 2 рет бар. Бөлшектің бөлімінде 5, қалдығы 2-ке тең болады. Келесі 6-шысын шығарайық. Минус 1,125 бөлшектің бөлімінде, так, y азайтылған x, ол дегеніміз минус 8-ден 5-ке тең болады. 2 минусымыз плюске айналып кетеді. Сонда 1,125 деп жазып аламыз. Так, бөлінген 8-ден 5. Тең, так, 100-дің өзін жазып қоямыз. 125 болады. Көбейтілген алымнан 8 шығады, 5 бөліміне түседі. Тең. Так, осы жерде екеуін 25 санына қысқартып жіберейік. Сонда 4 болады, 5 болады. 5 пен 5 қысқарып кетеді де, 4-ке қысқартатын болсақ 2-ке тең болады. Сонда жауабы 2 болады екен. Келесі 649 есептің біріншісін шығарайық. Так, аның орнына минус 3-ті қойыңыз деді. Минус 3-тің квадраты бөлшектің бөлімінде v-ның квадраты, яғни минус 2-ның квадраты азайтылған 1. Тең, так, минус 3-тің квадраты бізде ол 9-ға тең болады. Бөлшектің бөлімінде минус 2-ның квадраты ол 4-ке тең болады. 4 азайтылған 1. Сонда алымда 9 болады, бөлімінде 3-ке тең болады. 9-ды 3-ке бөлетін болсақ, 3-ке тең екен. Келесі 2-шісін шығарайық. 5 көбейтілген сымыз 2,18-ге тең. Қосылған 1 бөлшектің бөлімінде 4 көбейтілген дымыз 0,175-ге тең. Азайтылған 1. Так, 5 пен 2,18-дің көбейтіндісі бізде 14-ке тең болады. Сонда 14 қосылған 1. Ал бөлшектің бөлімінде 0,175 пен 4-тің көбейтіндісі 3-ке тең болады. Азайтылған 1. Тең 15 бөлінген 2. Ол дегеніміз 7,5-ке тең болады екен. Бұл бізде 2-шісі. Келесі 3-шісін шығарайық. 5 қосылған 2 көбейтілген m-іміз минус 1,5. Ал бөлшектің бөлімінде 2 азайтылған 4 көбейтілген n-ің минус 4-тен 3-ке тең. Тең, так, 5 минус болады, е? Сонда минус 3-ке тең болады. 2 мен минус 1,5-ті көбейткенде минус 3 болады. Бөлшектің бөліміне қарайық, қысқарып кетеді. 2 минус плюс болады, сонда 2 қосылған 3 болады. Сонда нәтижесі 2-ке тең, бөлшектің бөлімі 5-ке тең болады. Ол дегеніміз 0,14-ке тең болады. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 650-ші есебіміз. Олжас Саматтан n жас үлкен, бірақ Мирастан 2 жас кіші. Мирас Саматтан неше жас үлкен? Мұндағы n дегеніміз 5-ке тең екен. Бізде Олжас бар, Самат бар, одан кейін Мирас бар. Так, бізде Олжасты x деп белгілеп алайық. Олжас Саматтан n жас үлкен дейді. Сонда
x саматымыз x азайтылған n деп отқанымыз 5-ке тең. Ал мирас, бірақ мирастан 2 жас кіші деп тұр, ол сонда мирасымыз x қосылған 2-ке тең болады. Енді мирас саматтан неше жас үлкен дейді. Мирасымыз x қосылған 2-ке тең, неше жас үлкен болғандықтан азайтамыз. n x азайтылған 5-ті. Тең, жақшаны ашып шығып алайық. X қосылған 2 азайтылған x қосылған 5 тең. X-терін жойылып кетеді, нәтижесі 7-ге тең болады екен. Сонда мирас саматтан 7 жас үлкен болады екен. Келесі 651-ші есептің біріншісін шығарайық. А қосылған b-ның квадраты. А-ның орнына 3-ті қойыңдар дейді. Оның орнына -7-ні қойыңдар. Қосылған -7-ның жақса сыртында квадраты. Тең, 3 азайтылған 7-ның жақша сыртында квадраты. Тең, нәтижесі бізде -4-ке тең болады. Оны квадраттайтын болсақ, 16-ға тең болады екен. Келесі, енді а қосылған v-ның а квадрат қосылған v квадраттың нәтижесін тауып көреміз. Ол деп отқанымыз 3-тің квадраты қосылған -7-ның квадраты. Тең, 3-тің квадраты 9-ға тең, қосылған 49. Нәтижесі тең болады бізде 58-ге. Келесі, а квадрат қосылған 2av қосылған v квадрат дейді. Яғни, формуласын жазбай қойсақ та болады, бірден қойып осылай жазып қойып жаза берейін енді. 3-тің квадраты қосылған 2 көбейтілген 3 көбейтілген -7 қосылған -7-ның квадраты. Тең, 9 болады. Азайтылған 6-ға 7-ні көбейтетін болсақ, бізде 42-ге тең болады. Қосылған 49. Тең, нәтижесі мына жерден 7 болатын болса, жауабы тең болады бізде 16-ға. 16-ға тең болады, қосу болып кетеді, 7 болады, 16-ға тең болады. Дұрыс. Енді есептің шарты бойынша мәндері тең өрнектері тепе-теңдікпен жазыңыздар дейді. Мынау бізде 16-ға тең болып тұр, мынау бізде 16-ға тең болып тұр. Енді формула бойынша жазып қойсақ, а қосылған v-ның жақша сыртында квадраты, ол дегеніміз сонда а квадрат қосылған 2av қосылған v квадратқа тең екен. Бұл бізде қысқаша қойдық формуласы, ол бізде 7-ші класста. Келесі екінші есебін шығарайық. А минус v-ның жақша сыртында квадраты. Орнына апарып қояйық. А деп отқанымыз 2-ке тең, v деп отқанымыз 5-ке тең. Қосылған -5-тің жақша сыртында квадраты. А минус 5-тің жақша сыртында квадраты, ол дегеніміз -3-тің жақша сыртында квадраты, нәтижесі тең болады екен бізде. 9-ға тең болды. Келесі плюс. Келесі 652-ші есебіміз. Мектеп аралық жарысқа n оқушы қатысты. N дегеніміз 100-ге тең екен, яғни 100 оқушы қатысқан. Оның 10% жеңімпаз болды деді. Енді қанша жеңімпаз болған табылайық. Барлығы бізде 100 оқушы қатысқан. Оны 100% дейміз да. Бұның 10% жеңімпаз болған. Яғни x деп белгілеп. X тең сонда 100-ді көбейтеміз 10-ға, бөлеміз 100-ге. Сонда нәтижесі тең болады 10-ға. Сонда 10 оқушы жеңімпаз болған екен. Енді жеңімпаздардың 40% қыздар. Неше қыз жеңімпаз болды дейді. Енді 10-ның барлығы 10 ғой, оның
40% қыздар болса, осының 40%-ын таба алайық. Сонда 10-ды 100% дейміз да, оның 40%-ын табу керекпіз. Оны x деп белгілейік. X тең сонда 10 көбейтілген 40 бөлінген 100 тең. Қысқартып жіберейік нөлдерін, сонда нәтижесі 4-ке тең болады екен. Сонда 4 қыз жеңімпаз болған екен. Бұл қыздар саны.